Құрметті оқушылар, география сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы. Жалпы балалар білеміздер, жер шары жалпы көлемі 510 миллион километр квадрат. Соның 361 миллион километр квадратын дүниежүзілік мұхит алып жатыр. Дүниежүзілік мұхит бұл жердің үздіксіз кеңістігін білдіретін гидросфераның негізгі бөлігі болып табылады. Дүниежүзілік мұхит солтүстік жартышарда 61%, оңтүстік жартышарда 81% дүниежүзілік мұхит алып жатыр. Жалпы енді балалар білеміздер, дүниежүзінің физикалық картасы, жер шарында 4 мұхит бар. Оның көлемі бойынша атайтын болсақ, ең үлкен мұхит балалар Тынық мұхиты. Тынық мұхитының жалғасы, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және ең суық мұхит қандай балалар? Дұрыс айтасыздар. Солтүстік мұзды мұхиты. Енді балалар, осы дүниежүзілік мұхитты біз бөліктерге бөліп қарастырамыз. Олар теңіз, бұғаз және шығанақ. Теңіздің мұхиттан айырмашылығы қандай? Теңіз мұхиттың суының қасиеттері, ағысы, тірі организмдері жағынан ерекшеленетін мұхиттың бір бөлігі болып табылады. Теңіздің өзі орналасуына байланысты үшке бөлінеді. Олар ішкі теңіз, шеткі теңіз және жерорталық теңіз. Ішкі теңіздер, яғни материкке терең еніп жатқан теңіздер. Шеткі теңіз, материктердің шетінде орналасқан теңіздер. Мысалы, Жапон, Шығыс Қытай теңіздерін жатқызамыз. Келесі жерорталық теңіз бұл материктерді немесе құрлықтың жартысын бөліп жататын теңіздер. Енді қарастырайық, балалар, жаңа ішкі теңіздер дедік. Мысалы, Қара теңіз бұл ішкі теңізге жатады. Жерорта теңізі бұл да ішкі теңізге жатады. Яғни бұның барлығы екеуі де Атлант мұхитының теңіздері болып табылады. Көлемі жағынан ең үлкен теңіз Атлант мұхитында орналасқан. Бұл Саргас теңізі. Және Тынық мұхитының ірі теңіздеріне келетін болса, олар Филиппин теңіздері, Тасман теңіздері, Карл теңіздері және Беринг теңіздері. Жақсы, енді біз жаңа теңіздерді айтып өттік. Келесі бөлігі шығанақ. Шығанақ дегеніміз мұхиттың немесе теңіздің құрлыққа сұғына еніп жатқан бөлігін шығанақ деп атаймыз. Ірі шығанақтарды географиялық орынмен қарастыратын болса, Аляска шығанағы. Аляска шығанағы Тынық мұхитының солтүстік шығысында орналасқан. Бенгал шығанағы, Үнді мұхитының оңтүстік шығысында орналасқан. Бискай шығанағы бұл Атлант мұхитында орналасқан. Үлкен Австралия бұл Үнді мұхитының оңтүстік шығысында орналасқан. Гвинея шығанағы бұл Атлант мұхитының шығысында орналасқан шығанақтар болып табылады. Келесі бөлік бұл бұғаз. Бұғаз дегеніміз екі жағы құрлықпен шектесетін, енсіз суайтын бұғаз деп атаймыз. Ең ұзын бұғаз дүниежүзі бойынша бұл Мозамбик бұғазы. Бұның ұзындығы 1760 километр. Келесі бұғаз Дрейк бұғазы. Бұның ені 950 километрді құрайды екен. Бұның тереңдігі 5800 крат. Енді балалар, Дрейк бұғазы арқылы біз Атлант мұхиты мен Тынық мұхитын бір-бірімен жалғастырамыз. Келесі, жаңағы ірі бұғаздар жайлы айтайық. Гибралтар бұғазы. Енді бұғаздардың бір ерекшелігі балалар, материктер мен аралдарды бір-бірінен бөледі, немесе мұхиттарды бір-бірінен ажыратады екен. Қараңдар балалар, Гибралтар бұғазы, Гибралтар бұғазы, қараңдаршы балалар, қай теңізбен, қай мұхитты бір-бірімен біріктіріп жатыр. Мысалы, қараңдар, жерорта теңізі мен Атлант мұхитын бір-бірімен біріктіріп жатыр. Беринг бұғазы солтүстік мұзды мұхит мен балалар, мынау қандай мұхит еді? Дұрыс айтасыңдар, бұл Тынық мұхиты. Тынық мұхиты мен солтүстік мұзды мұхитын бір-бірімен біріктіріп жатыр. Жақсы, ары қарай бізде бас бұғазы бұл Тынық мұхиты мен Үнді мұхитын жалғастырушы бұғаз. Ла-Манш Торрес бұғазына келер. Торрес бұғазы бұл да мынау Тынық мұхиты мен Үнді мұхитын бір-бірімен жалғастырушы бұғаз болып табылады екен.
Ла-Манш бұғазы мына жерде солтүстік теңіз бен Атлант мұхитын бір-бірімен жалғастырып тұр. Келесі Магеллан бұғазы, балалар мынау қандай мұхит бізде? Дұрыс айтасыздар. Бұл бізде Атлант мұхиты мен Тынық мұхитын бір-бірімен жалғастырып тұр. Жақсы бала, енді тапсырма орындайық. Дүниежүзілік мұхиттың бөліктері анықтамасы бойынша сәйкестендіреміз. Бұл бізде жаңа өткен дүниежүзілік мұхиттың бөліктері: теңіз, шығанақ және бұғаз. Енді осыларды анықтамасымен сәйкестендіріп көрейік. Жақсы, тапсырманы бастаймыз. Жақсы болса, жауабына көшейік. Теңіз бұл бізде мұхит суының қасиеттері, ағысы, тірі организмдер жағынан ерекшеленетін мұхиттың бір бөлігі. Жарайсыңдар балалар. Келесі шығанақ мұхиттың немесе теңіздің құрлыққа сұғына еніп жатқан бөлігі. Өте дұрыс жаздыңдар. Келесі бұғаз екі жағы құрлықпен шектесетін енсіз су айдыны. Өте дұрыс. Жақсы бала, енді келесі тапсырмаға көшеміз. Бұл картамен жұмыс, яғни Learns платформасы арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Яғни қолымызға дүниежүзінің физикалық картасын алып орындаймыз. Жақсы бала, енді бұл тапсырманы картамен орындаймыз. Дүниежүзілік мұхиттардың бөліктері атауы бойынша сәйкестендірілген шығанақ, бұғаз, теңіздерді сәйкестендіреміз. Мына қызыл белгіні көріп тұрсыздар, иә балалар? Осы қызыл белгілерді басу арқылы біз қай жерде қандай мұхит, шығанақ, бұғаздың бар екенін анықтауымыз қажет. Жақсы балалар, бұл бізде Солтүстік Америка материгі. Солтүстік Америка материгіне сұғына еніп жатқан қандай шығанақ? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл бізде Мексика шығанағы. Жақсы, төмен қарай кетеміз. Оңтүстік Америка материгінің оңтүстігінде орналасқан қандай бұғаз балалар? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде Магеллан бұғазы. Дұрыс айтасыздар. Төмен қарай түсеміз. Бұл жерде қандай бұғаз балалар? Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде бізде Дрейк бұғазы. Дрейк бұғазы. Жақсы, енді Африка материгіне сұғына еніп жатқан бұл бала не еді? Шығанақ, сұғына еніп жатыр. Бұл қандай шығанақ? Дұрыс айтасыздар, ол бізде Гвинея шығанағы. Жақсы, ары кетеміз. Жерорта теңізімен мына Атлант мұхитын бір-біріне қосып жатқан қандай бұғаз? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде Гибралтар бұғазы. Бұл бізде Гибралтар бұғазы. Жақсы, қандай теңіз еді? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде жерорта теңізі. Жерорта теңізі еді. Ары қарай, Африка материгі мен Арабияның ортасында орналасқан теңіз. Дұрыс айтасыздар, ол бізде Қызыл теңіз. Қызыл теңіз. Жақсы, ары қарай кетеміз. Бұл бізде ішкі теңіздерге жататын қандай теңіз? Өте дұрыс, бұл бізде Қара теңіз. Қара теңіз. Жақсы, жоғарғы жақта бұл қандай теңіз болып табылады? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде Балтық теңізі. Балтық теңізі. Жақсы, Балтық теңізі. Бұларға кетеміз, яғни сұғына еніп жатыр. Еуразия материгінде бұл қандай шығанақ еді? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде Бенгал шығанағы. Бенгал шығанағы. Жақсы, яғни Австралия материгіне еніп жатқан шығанақ қандай еді? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде үлкен Австралия шығанағы. Өте дұрыс. Жоғарыға кетеміз, яғни мынау солтүстік мұзды мұхиты мен Тынық мұхитын бір-біріне жалғастырып тұрған қандай бұғаз? Дұрыс айтасыздар, ол бізде Беринг бұғазы. Мынау қандай теңіз еді? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде Беринг теңізі болатын. Ал балалар тексерейік. Дұрыс екенін, яғни ал тексерейік. Тексереміз. Өте дұрыс балалар, жарайсыңдар. Міне балалар, бүгінгі біздің үлкен тақырыбымыз дүниежүзілік мұхиттардың бөліктері: шығанақ,